уайымдама, бәр жақсы болады. Әрбір пенде бұл өмірдің қонағы, бұл өмірде кезіккен әр қиындық адам үшін тек уақытша болады. Кейбір адамдар бар, өзінің сауатсыздығымен күресуге емес, біреудің қателігін түзетуге тырысады. Болмыс емес, тілің сұлу болу керек, сонда ғана өзге менен өз өмірің бүлінбейді. Қатты сөз естіген жүрек тілімдейді, ауырлығы сірә өзіңе білінбейді. Сіз әлемдегі жағдайларға, уақытқа, заманға икемделіңіз. Әлем сізге ыңғайланбайды. Өмірге деген ызамыз бар, ренішіміз көп, өкпеліміз. Кімге екені белгісіз. Әйтеуір өшпенділікке толы кеудеміз. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Бүкіл жауаптың бәрі өзіңде жатыр. Сен кітаптағы жазылғандардан көп білесің, бірақ оны еске түсіру үшін кітапты оқу керек. Өз-өзіңе қарауың керек. Біреу бай, біреу кедей бұл өмірде. Өмір ғой мың құбылған күнде-күнде. Қызығып өзгелерге қарай бермей, шүкір де дәл осылай жүргеніңе. Әйелің ақылды болса, 4 құбылаң түгел болады. Әйелің адал болса, періштедей пәк болса, мерейі үстем болады. Адамнан адам бекер алыстамайды екен. Не тірлігімен, не тілімен, көңілге тиетін дүниелердің арқасында. Көңіл қалса, бәрі бекер екен. Таңертең оянған кезде 12 мүшең сау болса, бала шағаңыз аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ. Қалғанның бәрі уақытша нәрсе. Біз өмір бойы жұрт не дейді деп өмір сүреміз. Ал жұрт болса, ең соңында жатқан жері жайлы болсын, жақсы адам болды деп 1-7-ден кейін сені ұмытып кетеді. Шақырғанда келмейтін әйелден, жұмсағанда бармайтын бала туады. Айтқаныңды жасайтын әйелден, айтпасаң да жасайтын дана туады. Текті жерден қыз алсаң, иіліп жүріп қызмет қылады. Тексіз жерден қыз алсаң, бала туғанын міндет қылады. Үйде болсын, түзде болсын бір қалыпты болу керек. Әйел сұлу бола ма, болмай ма, ол табиғаттан, бірақ ақылды болғаны дұрыс. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Иттің бәрі таза емес, күлгеннің бәрі мәз емес. Табалаған бар дейді, таба жолы тар дейді. Жақсы аттан құласа, жаман табашы. Түзу көңіл қисық сөзге мән бермейді деген ата-бабамыз. Айтатындар айта берсін, ал сіз артыңызға қарамаңыз, тек өз мақсатыңызға ұмтыла беріңіз. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, артыңнан жүрер өсектеп. Әрбір адам ең бірінші қарапайым болу керек. Адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады. Бірден қолың жетпейді барлығына, шағым айтпа еш уақыт тағдырыңа. Сырты күліп жүргенмен адамдардың жетісіп жүргені жоқ барлығы да. Дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білерсің, ажарыңның қадірін сән кеткенде білерсің, тіршіліктің қадірін жан кеткенде білерсің, аңдып жүрген дұшпанды дәл жеткенде білерсің, ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің, ақ тәніңнің қадірін жаралы болсаң білерсің, бостандықтың қадірін жазалы болсаң білерсің. Қарағайдың 40 бұтағы болғанымен біреуі ғана түзу шығады, қалғандары саптаяқ пен итаяқ болады. Өздері қалай сөйлейді, дәл солай жауап берсең, жүректеріне қатты ауыр тиеді екен. Сонда олардың жүректері жүрек, ал өзгенікі тас болғаны ма? Шаршайсың білем, шаршамай жүру мүмкін бе? Өмір ғой өмір, оңайда емес кім-кімге. Жүрейін десем аяқтан шалдың, тұрайын десем таяқтап алдың. Жеңіле беріп өзіңнен өмір, шастық шағымды аяқтап алдым. Білмесең үндеме, білсең күндеме. Бақытты азап етпе, жылағанды мазақ етпе. Бұндай күннің алмасып тұратынын ұмытып кетпе. Бұл өтпелі өмір. Әйелге күш көрсету ерлік емес, ол ақымақтық. Оны тек әлсіз еркектер ғана жасайды. Аллаға жағам десең азаншы бол, ағайынға жағам десең қазаншы бол. Шын бақ ата-ананың махаббаты мен балалардың таза жүрегінде. Қазақтың жайнар даласы, жетілер оқып баласы, шоштатын мені сол, олардың күндес таласы. Есіңде болсын, мықтылар көп адамға ұнамайды, өйткені оларды бағындыру қиын. Берекесі кеткен ауылдың айтқаны өсек болар, аңдығаны төсек болар. Біреудің қуанышына қуана алмаған адам қиынында қуанады. Қанша жерден жаман болсаң да, маңдайыңнан иіскеп құшағына алатын жалғыз адам ол сенің анаң.
Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым, ешбір ана баласын жамандыққа қимайды. Асыл әйел әрі еркек әрі қатын, елді қорғайтын ерлер, ерді тәрбиелейтін әйелдер. Екі қатынның басы қосылса, үшінші қатынның соры, кім жоқ болса сол жаман. Соқыр еркек пен мылқау әйелдің үйінде ұрыс болмайды. Әлсіз адам кек алады, мықты адам кешіреді, бақытты адам ұмытады. Үйден ұзап шықпасаң, қатынға қадірің болмайды, ауылдан ұзап шықпасаң, жақынға қадірің болмайды. Тағдырдан келген соққыға мықтылар ғана шыдайды, мейірімді бір Алла сүйген құлын сынайды. Еңсесін тіктеп жүргенмен, ішінде толған мұңы бар, жүзі жылы күлгенмен, жанарда жас ыстығы бар. Екі тентек кездессе төбелеспен тарқайды, екі мылжың кездессе ерегіспен тарқайды, екі жақсы кездессе елжіресіп тарқайды. Жақсы адам бол. Кейде адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді, жүрегі таза, адам қиянатқа бармайды. Өмірінде бір рет сатқындық жасаған адам, екінші рет оны міндетті түрде қайталайды. Ешқашан сыр келбетің үшін ұялма, себебі сен оны қолдан жасаған жоқсың. Сені сөз өткен адамдар ұялсын. Алла сенің түріңе, байлығыңа, атағыңа қарамайды, жасаған амалыңа қарайды. Қазіргі кезде ең жақын деген досыңның өзінен әжеп дәуір сатқын шығады. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер, бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Құдайға сенсең құстай ұшасың, адамға сенсең мұрттай ұшасың. Сенімді жоғалтып алмайық. Өсек тасып құмардан шығатындар болады. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді. Артымнан Құран оқысын дейді. Қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Ақылды билік наразы халықтың себебімен күреседі. Ақылсыз билік наразы халықтың өзімен күреседі. Өзі өтірікші, өзгенің шын сөзіне сенбейді. Жақсыға айтсаң білер, жаманға айтсаң күлер. Жақсының жауы көп, жаманның дауы көп. Жақсы көргенін айтады, жаман бергенін айтады. Ақ сауыттың жағасы бар, жеңі жоқ. Шын жақсының ашуы бар, кегі жоқ. Жақсы адам көргенін мақтап жүрер, жаман адам көргенін даттап жүрер. Алдау бар жерде ақиқат жоқ. Досыңа өтірік айтпа, дұшпаныңа шыныңды айтпа.